Ассалаумағалейкум бауырлар. Мынау сулы қабығымен овес шелухи деген осының мен сіздерге көрсеттім, қалай сүт шығару керек, 3 тәсілін. Сонда да кісілер көбі сұрап жатыр, қалай бұны шығарамыз деп. Мына 2 шыны сулыны, 2 кесе сулыны жақсылап жуып шайып, түнімен суға салып қойып қоямыз. Міне осылай суға салып қойып қоямыз, түнімен тұрсын, сосын жалғастырамыз. Міне таң атты, сулымыз жақсылап тазаланды, енді бұны бір жуып аламыз. Жақсылап жуу керек, түнімен тұрған кезде судың ішіне, бұның ішіне неше түрлі зиянды заттар шығатын болады. Осылай тұрсын таң атқанша. Бетіне осындай дымқыл матаны, таза матадан хлопчата бумажный болсын, жауып қоямыз. 1-2 күнде өзі өніп шығады. Егер қорғап жатса, үстіне кішкене су сеуіп қою керек болады. Міне 2 күн өтті, біздің сулымыз қараңыз, өніп келеді. Қандай жақсы өніп келеді. Осы сәт бұның ішінде не бір жаңағы бар заттардың бәрі көбейеді, 10 есе көбейіп жатыр. Яғни бұл жерде күшті энергия пайда болды. Сол моментті біз пайдаланып, өзіміздің ағзамызға ішуіміз керек. Ал енді бұны жақсылап жуып аламыз, жақсылап мұны түнімен тұрғаннан кейін бұның ішіндегі улы заттар соны ағызып жіберу керек, зиянды заттарды. Қайнаған су құямыз, жылы судан. Блендерден өткіземіз. Міне 3-ші тәсілдің сүті дайын болды. Керемет, машалла. Көрдіңіз бе? Керемет. Бұл сүтті осылай өзін таза ішкен дұрыс. Таңертең аш қарынға 1 стақанын асықпай отырып 15-20 минутта ішіп алсаңыз, мысалы, бүткіл кеш батқанша сіздің ағзаңыз витаминге толып, керекті заттардың бәріне толып жүреді. Осы қазір көктемде витаминоз кезінде өте керемет нәрсе, Алла қаласа. Бұған басқа да өзіңізге ұнаған заттарды қоссаңыз болады. Мысалы, мынандай куркума қоссаңыз болады. Кішкентай жарты қасық немесе какао қоссаңыз болады. Мен алдыңғы видеоларда айтып кеткенмін. Оны өзіңізге қалай болады, ыңғайлы солай пайдалансаңыз болады. Міне 3-ші тәсілдің сүті осылай болады.